Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен балықтың уылдырығынан котлет дайындайтын боламыз. Ең алдымен шанышқының көмегімен уылдырығымызды тазартып алатын боламыз видеодағыдай. Өте оңай алынады, ол бізге қазір пісу барысында кедергі келтіреді, сондықтан да дұрыстап тазалап алған жөн болады. Менде бұл жерде сазанның уылдырығы барлығын тазартып барып өлшегеннен соң 1 килограмм шықты. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Мінекей біздер тазартып болып қалдық. Осындай қоймалжың түске енгенше вилканың көмегімен араластыра отырып тазалап алыңыздар. Дайын болған массамызға 1 дана жұмыртқа мен 3 қасық ұнымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жұмыртқаны бөліп салған болатынмын. Барлығы 3 дана жұмыртқа кетті менде бұл жерде. Және де сіздер өздеріңіздің сұйық қоюлығына қарай қоссаңыздар болады. Араластырып болдық. Енді екінші жұмыртқамызды да қосып, тағы да 3 қасық ұнымызды қосып, қайтадан араластырып алатын боламыз. 1 кило болғандықтан бұл жерде менде 3 дана жұмыртқа кетті. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің килограмдарыңызға қарай жұмыртқаларыңызды салып шығыңыздар. Және де 3-4 дана сарымсақ қосқан болатынмын. Оны қосып-қоспау өз еріктеріңізде. Кей адамдар дәмін ұнатпайды, сондықтан да қоспасаңыздар да болады. Енді оны пышақтың көмегімен емес, көрінбейтіндей етіп, терканың көмегімен өткізіп, салып жібереміз. Үстіне тұзын, бұрышын дәміне қарай қосыңыздар. Осымен біздің массамыз дайын болып қалды. Жақсылап араластырып алып, пісіруге кірісетін боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де жанындағы колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, ең алғаш болып көрулеріңізге болады. Алдын ала қыздырып қойған майымызға 1 ас қасықтың көмегімен құйып шығатын боламыз, құймақ тәріздес етіп. Ең бірінші 1-2 данасын пісіріп көріңіздер. Артынан дәмінің, тұзын, бұрыштың дәмін білгеннен кейін толықтай пісіре берсеңіздер болады. Егер де жетіспей тұрған болса, қосып жіберулеріңізге жақсы болады. Сондықтан да көп пісірмей, 2 данасын пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Менде тұзы аздау болып, тағы да үстіне шамалы тұз қосқан болатынмын. Енді 4 данасын осылай құйып, майымыз шашырамас үшін бетін жауып қойып пісірсеңіздер де болады. Жаны сарғыш түске енген кезде екінші жағын аударып жібересіздер. Мінекей сап-сары болып, керемет болып шықты, құймақ тәріздес болып. Сіздер де дайындап көріңіздер. Балаларға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Жай уылдырықтың өзін пісірсеңіздер, біздің үйде балалар жемейді. Осындай етіп дайындаған кезде жақсы желінген болатын, сондықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осымен біздің уылдырықтан дайындаған котлетіміз дайын болды. Ас болсын баршаңызға. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Сіздермен болған Гүлбану.